Сәлем достар, Ташкендегі бір күндік влогымызда бастаймыз. Таңертеңнен жолға шығып, бірінші локациямызға жетіп келдік. Кентрал паркі. Бұл парктың іші өте керемет. Кіргендеріңізде осындай ұзын ғимараттармен және де Амазон ормандарына ұқсаған эстетик, фотосессия жасауларыңызға өте ыңғайлы орман зоналары өте көп. Табиғи зоналары және де одан бөлек ішінде детский парк және де үлкендерге арналған фотосессияға түсуге болатын нелер бар. Одан бөлек соның жанында осындай алтын балықтар өте көп, тамақтандырсаңыздар болады. Жанында нилюфар гүлдері де бар. Бұл жерде күзде келсеңіздер өте керемет. Сосын метроға отырып біз келесі локацияға жол тарттық. Бұның метроның іші өте таза, әрі адамдары да сыпайы, керемет. Бұл бізде екінші локация Әмір Темір хиябаны. Бұл жерде Өзбекстанның ең үлкен отельдердің бірі және де әлемге әйгілі болған гостиницалардың бірі болып есептеледі. Біз оның ішіне кіріп 16 этажына көтеріліп осындай керемет локацияларға көз алатын болдық. Және де осындай ішіне кірсеңіздер өзбектердің нағыз ұлттық заттары мен осындай көрініске ие болады. 16 этажында осындай керемет Ташкентті бүткіл жерін көрсеңіздер болады. Бұл жерде кешке келсеңіздер өте ыңғайлы болады сіздерге. Сосын біз отельден шығып келесі локацияға жол тарттық. Бізде келесі локация бұл Ташкент Сити Молл. Бұл Ташкенттегі ең үлкен Сити Моллдардың бірі болып есептеледі. 4 этаждан құралған. Бұның ішкі көрінісінде осындай керемет машиналарды көрсеңіздер болады. Және де біз сырттағы Нефтуан, Хилтон және де үлкен ғимараттарды тамашаладық. Сосын барып біз Белисмодан кіріп осындай тәттілерді жеп, сыртқа шығып, кофелерді ішіп, күн батарын күттік. Және де кешке қарай Ташкент өте ғажайып болып көрінеді. Ташкентнің күн батқанын көріп, көзіміз мөлдіреп, түнге дейін қалдық. Және де біз келесі локацияға аттандық. Бұл әлемге әйгілі болған Бешқазан. Бешқазанда көптеген туристер және де шетелден келетін адамдар өте көп. Ішінде адам тола. Өзбекстанның ұлттық тағамы пулауды заказ беріп, қарнымызды тойғызып, әңгімелесіп, қорытынды шығарып, үйге қарай аттандық. Үйге метромен қайттық, сомен үйге қарай. Общем, достар, Ташкендегі бір күнім осылай өте қызықты әрі керемет болып өтті. Бұйырса алдағы уақытта одан да қызықты контенттерді күтіңіздер.